Hello, my friends. It's your English coach Angela. Today we are going to talk about be going to structure. Жалпы достар, сіздермен бүгін be going to құрылымы жайында айтатын боламыз. Be going to құрылымы қазақ тіліне істейін деп жатырмын, жасайын деп жатырмын, кездесейін деп жатырмын деп аударылатын болады. Енді be going to құрылымымен біз нақты жоспарланған іс-әрекетті баяндаймыз. Мысалы, сіздер айтасыздар, мен бүгін кешкісін достарыммен қыдырып кинотеатрға барайын деп жатырмын. Ертең мен ата-әжемді көруге барайын деп жатырмын. Осы демалыста пикникке шығайын деп жатырмыз деген сияқты сөйлемдерді біз нақты болашаққа жоспарланған іс-әрекеттерді be going to құрылымымен айтамыз. Енді өзі айтып тұр, be going to. To be етістігі жүктеледі. I am, you are, he is, she is, it is. Көпше түрде we are және they are болып. Going to және етістіктің негізгі мағыналы етістіктің infinitive формасы. Мысалы, I am going to visit my grandparents tomorrow. Мен ата-әжемді көруге ертең барайын деп жатырмын. Сіз барайын деп жатырсыз. You are going to visit your grandparents tomorrow. Ол барайын деп жатыр. He is going to visit his grandparents tomorrow. Немесе he is going to meet with his friends tonight. Ол бүгін түнде өзінің достарымен кездескелі жатыр деген сөйлемдерді айтамыз. Бұлар бізде қандай сөйлемдер? Әрине болымды сөйлемдер. Be going to құрылымымен болымсыз және сұраулы сөйлем жасай аламыз. Сұраулы сөйлем жасаған кезде мынау to be етістігін аламыз да бастауышпен орнын ауыстырамыз. Мысалы, are you going to visit your grandparents tomorrow? Немесе, is he going to visit his grandparents tomorrow? Are you going to meet your friends tonight? Деген сияқты сөйлемдер, Енді тура осы сөйлемдерге қысқа жауап береміз. Қалай жауап береміз? Are you going to visit your grandparents tomorrow? Yes, I am. Немесе no, I'm not. Егер сіздер he мен she мен сұрақ қоятын болсаңыздар, he мен she мен жауап бересіздер. Мысалы, is he going to visit his grandparents tomorrow? Yes, he is. Немесе no, she isn't. Is she going to visit his grandparents tomorrow? Yes, she is. No, she isn't деп жауап беретін боламыз. Болымсыз сөйлемдерді қалай жасаймыз? Болымсыз сөйлемдерде біз to be етістігінің жіктелген формасынан кейін not болымсыз сөзін қолданамыз. Мысалы, I am not going to visit my grandparents tomorrow. Енді сіздер сұраулы сөйлемде сұрау есімдігін қолданайын деп жатырсыз. Мысалы, не істегелі жатырсың ертең деп сұрақ қояйын деп тұрсыз. Ол кезде сұрау есімдігін әкелеміз, алдына қоямыз. What are you going to do tomorrow? Сіз ертең не істейін деп жатырсыз. Сұрау есімдігімен қойылған сұраққа біз толық жауап береміз. I am going to visit my grandparents tomorrow. Жалпы бүгінге осы. Егер сіздерге бүгінгі тақырып түсінікті болса, бүгінгі сабақ ұнаған болса, лайк басып, подписаться кнопкасын басуды ұмытпаңыздар. Goodbye.